Осы мүминдерге тура жол және сүйінші дегенде, енді бұл мүминдер кім? Бұл мүминдерді, қандай мүминдерді сүйіншілеп отыр Алла Тағала? Бұл мүминдер деген кімдер? Олардың бір алғы шарт амалдары бар ма? Міндетті критерийлері бар ма бұлардың? Мен соны өз бойыма алатындай дегендей адам сұрақ қоятын болса, Алла Тағала айтады: «Әллазина юқимунас-сола». Бірінші орында тұрған нәрсе 5 уақыт намаздарын тұрақты орындайтындар. 5 уақыт намазын аяққа тұрғызғандар. Қараңыз. Сол намаз тұрған кезде дінің тұрды деген сөз. Дұрыс қалпың тұрды Алланың алдында. Ол жоқ кезде жоқсың. Ойлаңыз. Бірінші орынға Алла Тағала намазды қойды. Намаз жанмен байланысты нәрсе. Намазсыз адамның жан дүниесі тазармайды, ешқашан түзелмейді ол. Ол бойұсыналмайды Аллаға. Алла Тағала намаздан бастап бойұсындырады. Күніне 5 рет. Ол қалады. Неге 5 рет деген сұрақта қоймайсың? Ол қалады, ол дана. 5 уақыт намазды атқару. Оның уақыттарына дейін белгілеген. Оның уақытын бізбен келіскен емес. Бізбен келісетін болса, дұрыс болмайды. Ол дана. Ол бізден жақсырақ біледі бізді. Сондықтан бірінші орында Алла Тағала осы жерде намазды айтып отыр. Осы намаз деген мағынаның өзі өте үлкен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тіпті Анас ибн Малик айтады: «Кана ахиру калами Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям хина хадаратхул вафату». Аллах елшісі өлім сәтінде жатқан кезде ең соңғы аузынан шыққан сөз «Ас-салата, ас-салата». Намазға ие болыңдар, намазға ие болыңдар. Соңғы сөз, қараңыздар. «Ваттақуллаха фима малакат айманукум». Сосын айтады: қарамағыңдағы бағып отқан, қарап отқан адамдарына хақысы үшін Алладан қорық дейді. Намаз деген сөзді сол 2 рет қайталады дейді. Намазға ие болыңдар, намазға ие болыңдар деген. Неге? Өйткені Абдулла ибн Масғуд осы сөзден түсінгендіктен айтып отыр. Мән таракас-салата фала дина лаху. Кім намазды біле тұра атқарусыз қалдырса, мысалы, онда ода дін жоқ дейді. Дін жоқ деген сөз тәртіп жоқ енді ода. Тәртіп жоқ деген сөз не? Мариям сүресінде айтады: «Фахолафа мин баъдихим холфун». Салиқалы буыннан кейін бір жаман бір буын келді дейді. Неге жаман ол буын? Адоғус-сола. Намазды атқарусыз қалдырды дейді. Не алды? Намаздың орнына не алды? Ваттабағу шахават. Құмарлықтарға еріп кетті. Фасауфа ялқауна ғойя. Жақында олар азғындыққа ұрынады дейді енді. Қараңыз. Намаз жоқ жерде адам азғындыққа ұрыну деген нәрсені қараңыз. Ғой деген сөздің бір мағынасы азғындық болса, осы дүниедегі жолдың сипаты болса, екіншісі ғой деген тозақтағы азап. Ойлаңыз. Намаз деген нәрсе. Сондықтан қиямет күні біз әлемдердің Раббысының алдына барған кезде бір адам жоқ. Ең әуелі сол намаз жайында сұралмайды. Өзін ойлаңыз. Бір адам жоқ. Тіпті тозақтықтардың өздері тозаққа түсірілген кезде «Мә сәләкәкум фи сақар». Әл-Муддассир сүресінде мүминдер жәннатқа кіргеннен кейін өздерінің танитын адамдарын, тозақтағыларды көріп, Алла Тағала сондай сұхбат жасатады. Сонда айтады: «Не сендерді түсірген тозақтың ішіне?» Сонда олардың ең әуелі аузынан шығатын сөз «Ләм накун минал мусаллин». Біз намаз оқушылардан болмаған едік. Ақыл сөйлей деген тозақта. Тозақта тек ақыл сөйлейді, көңіл қалау деген сөйлемейді. Өзіңіз ойлаңыз. Алла Тағала сол ақылды осы дүниеде сөйлейді, жаңағы жөнге келтіруді қалап отыр. Сонда ең бірінші айтатын нәрсесі біз намаз оқушылардан болмаған едік. Намаз жоқ деген сөз Алла Тағаланы қастерлеу, Алланы қадірлеу жоқ деген сөз. Намаз деген Алла Тағаламен байланыс. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Инна аувала ма юхасабу бихи ал-абду яумал қиямати мин амалихи салатуху». Расымен де құлдың қиямет күні ең әуелі сұралатын нәрсесі, ең әуелі одан есеп алынатын нәрсе күллі амалдарының ішінде намазы дейді. Ең бірінші намазды. Намазды есепке алады екен Алла Тағала. Міне, таразыға салынады.
Фаин солахат, егерде намазы дұрыс болса, бүтін, онда солаха саиру амали, күллі амалдары да дұрыс болады дар жағында. Қараңыз, қай амалға Алла Тағала көңіл бөледі. Егер намазы дұрыс болса, ар жағын дұрыс қылады дейді Алла Тағала. Өзіңіз қараңыз. Ваин фасадат, егерде намазы дұрыс болмаса, бүлінсе, бұзылса, онда фасада саиру амали, күллі амалдары бүлінеді дейді есепте. Фаин атамма би акмалиха. Наны қараңыздаршы, бірінші орында тұрған намаз негізі парыз намаз. Алла Тағала парыздарда есепке алады. Егерде парыздар өте кемел орындалса дейді, кемел бейнесінде орындалса, кутибат лаху нафила. Ғұмырында адам баласы қанша парыз намаз оқыса, әрбір парыз намаздың қасына бір нәпілден жазып береді екен. Өз кеңшілігінен, егер намаз кәміл болса дейді. Сонда ваин кана интақиса мин фаридатихи шайъун. Егерде парыз намаздарында кемшілік болып жатса, мысалы біз асығамыз кейде, рукух дұрыс жасалды ма, бел толық еңкейді ме, бізде өйткені базарда бірдеңке күтіп тұр, ан жақта біреу срочно жолығу керек. Намаз кейде құр мойнынан бір парызды түсіріп кету деген сияқты нәрсе болып қалыптасып қалатын жағдайлар болады. Егерде оның намаздарында нұқсан болса дейді, намаздарында, парыз намаздарында нұқсан болса, қала Раббу азза ва жалла, өте ұлы, өте биік Алла, Раббымыз айтады дейді сол жерде періштелерге. Унзуру, қарап көріңдер, халли абди мин татаввуин, құлымның нәпіл, сүннет намаздары бар ма екен? Яғни пайғамбарымызға еліктеп оқыған сүннетіңіз не өзіңізден болған бір нәпіл намаздары бар ма екен? Сонда қарасаңыз, парызға қаралаттануларға келесі орында бар ма екен деп айтылған кезде, не үшін ол? Фаюкаммалу биха ман тақаса мин фаридатихи. Ана нәпілдерімен, ана парыздарының кеткен нұқсандарды жамайық дейді Алла Тағала. Жамайық дейді. Ойлан, күллі нәпіл жабылып, қаншама нәпілдер жабылып, ана намазда кеткен бір кемшіліктің өзінің орнына бәленбай нәпіл кетеді. Ойлаңыз. Сол күн адам түсінеді, сүннет намаздары, нәпіл намаздарының не үшін қажеттілігі. Сонымен толтырайық дейді намаздарын. Міне. Сүмма юфалу бисаирил ағмалил мафруда мислу залика. Сосын кез келген Алла Тағала парыз еткен амалдардың барлығымен есеп осылай жасалады дейді. Мысалы, зекетте де бірінші зекет тексереді. Сосын садақа, қайырымдылық істер деген мағыналар. Олай болса парыз намаз деген нәрсе, ол Алламен байланыс. Бұл сіздің жаныңыз, намаз оқығандары біз көбінесе жаңағыдай парызды мойнынан түсіргендей шаршап, ерініп оқып жататын кездеріміз болады. Негізінде бұл жанның Аллаға берілуі намаз деген. Жаның Аллаға берілу керек. Ол тірі Алла. Ол сені көріп тұрған Алла. Сен намазда тұрған кезіңде ол сені көріп тұр. Қандай болып көрінгің келеді Раббыңа? Асығып тұрған адам болып көрінесің ба? Сен тіпті сол намаздан асыға батқан кезіңде біл, сен асығып бара жатқан іс, ол да сол Алланың қолында емес па? Олай болса сен осы жерде соны шешіп алсаң болмай ма? Намазда. Әлде намазды тез аяқтап, өзім шешем деп асығасың ба? Міне, біздің әлсіз тұстарымыз. Намаз ол Алламен байланыс ол. Ол әсте Аллаға керек жоқ, мұқтаж емес ол. Бірақ бұл сенің ақиқатың, бұл сенің жүрегің, бұл сенің жаның оның алдында тұрған. Оған қастермен, құрметпен қарау керек. Кешегі Мұса алейхиссаламның өзіне «Ва ақимис солата ли зикри», намазды мені еске алу үшін оқ дейді. Еске алу үшін оқ. Сәждемізді сезе алмасақ, рукуғымызды жаңағы сезе алмасақ, оқып отқан Құранмен бірге бола алмасам, өйткені ол Алла, әлемдердің Раббысы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға да «Әтәне Жибрил», Жибрил маған келді,
Сөйтіп Раббымның сөзін жеткізді дейді. Яқулуллаху азза ва джалла, өте пәрмені күшті, өте ұлы Аллах айтты дейді. Я Мұхаммад, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, инни қада фаратту аля умматика хамса салаватин. Расымен де мен сенің үмбетіңе 5 уақыт намазды парыз қылдым. Мен ақсана удуахунна. Мына жерден басталады екен намаздың қадірі. Кім ол 5 уақыт намаздың дәретін жақсылап алса, Алла тағаланың хадисіл құдсидегі сөзі. Кім 5 уақыт намаздың дәретін жақсылап алса, васаллахунна ли уақтихинна, сондай-ақ оны өз уақытында оқыса, ва атаммахунна, қараңыздар, сондай-ақ толық орындаса, бұл 5 уақыт намазды толық орындағанда оның рукуғахунна, ва суджудахунна, ва хушуғахунна 3 нәрсені айтады осы жерде. Рукухтарын, 5 уақыт намаздың рукухтарын кемел орындаса, жаңағы буыныңыз еңкейген кездегі еңкеюінің өзі, бұл бәрі иманның ісі, бұл иманның буындарының жайлануы, тұрған кезде асықпай көтерілуіңіз дегендей нәрселер. Вас суджудахунна, сәжделерінің кемел орындаса, кейде бүйтіп қайта көтеріліп келе жатқан жағдай болып қалуы мүмкін, асығып. Сосын хушуғахунна деген 3-ші нәрсені қосты, жүректің амалы. Оны мына жаңағы сәжде мен рукуқты жасап атқанына физика жасамайды. Хушуқ деген нәрсе берілу. Адам берілген адам ғана намазда тыныш тұрады. Адам берілмесе қолы бәрі қимылдай береді. Сондықтан сол жан дүниеңіздің, жүрегіңіздің берілуі, сондай бір тыныштық хал. Осы нәрсені Алланың алдында толық орындаған болса, онда Аллах тағаладың алдында серт бар екен. Қараңыздар. Фа инна лаху инди ахдун дейді. Бұндай адамға менің қасымда серт бар дейді. Серт беріп қойған екен Алла тағала. Қандай серт? Ан ахфира лаху, күнәсін кешіріп жіберемін. Қияметке осылай келеді. Ва ан удхилаху бихиннал жанна, және жәннатқа осы 5 уақыт намазбен де кіргізе салам деп отыр. Қараңыз. Намаз жүрген кезде ғана күллі амал жүреді екен өзі, бойдағы, істегі, сөздегі. Біз намазға жаңағы жан дүниеміз немқұрайды қарайды әлі де. Сырттарымыз істегенмен көбінесе дауласу бізде намаздың сыртқы істерінде. Бірақ жанда не болып отыр? Қабыл болып отыр ма ол? Қандай уайым болып отыр о жақта? Менің қасымда серт бар дейді. Күнәсін кешіремін, және сол 5 уақыт намаз арқылы жәннатқа кіргіземін деген. Валам юдайя минхунна шайан истихфафан бихаққихинна. Яғни осы намазымның ақысына, әрбір рукуқ, сәждесіне, қиямына, тағда басқа нәрселеріне, дәретіне, күллісіне, қақысына немқұрайды жеңіл қарамаса, осы серт орындалады дейді. Ваман лақияни, ал кімде-кім маған қиямет күні жолығып тұрса, қараңыздар. Дайяға минхунна истихфафан бихаққихинна. Намаздың жаңағы рукуқ, сәжде, тағда басқа ақыларына немқұрайды қарап, осындай күйде келсе, фәләйсә лаху инди ахдун, ол адамға менің қасымда серт жоқ дейді. Ондай. Ол қияметтегі қалауыма қалады дейді. Қалай қалайды, солай істейді. Сонда өзіңіз ойлаңыз, осы намаз бірінші орында тұрған нәрсе нәрде қойғаны. Намаз сіздің жаныңыздың Алламен байланысы. Бұл шын байланыс, бұл жай байланыс емес. Өйткені сізге тәтті нәрсене жан. Сол жанды бересің Аллаға. Намаз деген Аллаға беріп жатқаның жанды. Беріп жатқаның.